Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін сіздерді бір фотофония деген сайтпен таныстырғым келеді. Бұл сайт орыс тілінде, тегін пайдалануға мүмкіндік бар. Тіркелсеңіз де болады, тіркелмесеңіз де жұмыс жасай бере аласыз. Бұл сайтта сіз күнтізбе өз суретіңізбен жасауға болады. Сонымен қатар әртүрлі тақырыпта өз суретіңізді түрлендіре аласыз. Жүктеуге мүмкіндігіңіз бар. Мысалға, календар жасау үшін күнтізбе мына жерде басасыз, иә? Мына жерде все эффектіді қазір сол бөлімде тұр қазір. Көрдіңіз бе? Мына календарды басатын болсаңыз, бұны қалай түрлендіріп жасауға болады. Ол үшін сіз мына жерде тұр ғой. Мына жерде айға жасайтын болсаңыз, сол айды белгілейсіз. Немесе жылға жасайтын болсаңыз, онда мына ER деп тұр ғой, солда тұра береді. 2023 жылға выберите файл деген жерге барып, бір суретті таңдаймыз. Мен мысалға мына жерде ұлдардың бір суретін таңдай салайын. Дайын фото. Осыны выбирать еттік қой. Содан кейін создатьты басамыз. Кішкене күтеміз. Мінекей біздің жаңағы календарымыз дайын болды. Мен жылға жасап отырмын. 2023 жылғы барлық 12 ай осы жерде тұр. Мінекей осылай жасауға болады. Бұны жүктеп алуыңызға болады. Мінекей скачатьты басасыз қой. Міне ашсаңыз осылай көрініп тұр. Көрдіңіз бе? Енді қайтадан все эффекті деген жерге келеміз. Осы жерде осы кез келген тақырыпта өзіңіздің суретіңізді түрлендіруге болады. Мысалға, газеттің бетінде өзіңіздің фотоңыз шығатындай, немесе открытки цветы дейді. Осыны таңдайық. Тағы да выберите файл деген жерге кез келген бір суретті алдым. Осыны алғаннан кейін создатьты басамыз. Тағы да кішкене күтеміз. Мінекей біздің жаңа жасаған суретіміз дайын болды. Мінекей осындай Instagram, Facebook желісінде өзіңіз парақшаңыз жүргізетін болсаңыз, мінекей осындай суреттерді өңдеп жасауға болады. Өлшемдерін, суретін өзгертіп алсаңыз да болады. Қажет болған жағдайда скачатьты басасыз, ол сізге жүктеледі. Мінекей дайын сурет. Сіз де осы сайтты пайдаланыңыз. Назарларыңызға рахмет.